Ал нақты қайда соқты, столға соқты ма, біреу ұрды ма, ол ақпаратты өзі де айтпайды. 100% домалақ болса, адамның басы 25%-ін алған ғой. Ашып, ота жасап, сөйтіп оның өзінің бас сүйегін қайтадан орналастырмайды екен. Сөйтіп Тұрсынбек үйге келген күледі ғой, бас сүйегіңізді аласыз ба десе, қой құрсын, не істеймін оны деп. Сөйтіп ана дәрігерлер біз бұны қойып сақтап қоямыз деп алқапты. Адам өзі, ер адам әсіресе өзіне кішкене басында күн туса, кішкене проблема болса, өзінің әйелін іздейді. Ондай бар енді. Бірін өзім күлем ғой. Тұрсынбек, сен неге сондайсың деп. Енді өнер адамдар ауырмайды деген заңдылық жоқ қой. Бұл да Гулечка, туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, аман бол. Сен енді Қазақстанды, Москваны бағындырдың, енді әлемді бағындыр. Шаршама, тек шаршама. Аяқ қолың талса да, туған күнің құтты болсын. Давай, Гуля, поздравляю. Сосын сен не дедің? Мөлдір жанымда. Сен менің сүйіктім мөлдірімсің. Алғашқы концерт, помню, Мөлдір екеуміз жасағымыз. Алғашқы концерт 2009 жылы. Жеке концертімді да, алғашқы жеке концерт 2009-да. Содан не керек? Сөйтіп Мөлдір екеуміз билет жазғанбыз. Отырып билет жазып, ол кезде билет толтырамыз, қатар-қатарды толтырасын, бірдеңесінші қатары, 8-ші орын, 5-ші орын, бірдеңе орын, балкон деп өзің қолмен жазасын, как положено, бәрі. Содан кейін ол билетті апарып конгресс-холлға кассаға тапсырып, концерт пирамида, бірақ кассы конгресс-холлда өзі сондай болды ғой ұрпақтары. Кассының конгресс. өстіп жүрген 20 жыл болыпты ғой, Аллаға шүкір. Тағы 40 жыл қызмет етуге дайынмын. Сосын демаламыз. Аңсағаным